Жапония, Токио шығанағы, түрме аралы. Шэдоу деген өзге ғаламшарлық кірпіні ақш қарулы күштері осы жерде ұйықтатып қойған. 50 жыл болды ұйықтап атқанына. Бір кезде оның жүрегі соға бастайды. Содан сарбаздар жиналып оны көздеп тұра қалады. Бір кезде қайттан жүрек соғысы тоқтап қалады. Сарбаздар уф деп расслабон ұстағанда кірпі оянып кетіп әйнекті шағып босап шығады. Ол телепорттала алады екен. Сөйтіп ол сарбаздардың көкелерін танытады. Сосын ол далаға шығып судың бетімен жүгіре жөнеледі. Наклз Тейлздар жүгіріп жарысқа жатыр. Бірақ Соник мен шомыламыз деп ойласам дейді де, енді ол жарысуға дайын. Том мен Мэдди «Нәсәр, внимание, марш» деп үшеуі зуылдай жөнеледі. Соник өзінше болып келатқанда оны Наклз бен Тейлз озып кетеді. Содан Соник әлемдегі ең жылдам тіршілік иесі менмін деп ұшып, әлгі екеуін озады және мәреге жетеді. Бірақ Тейлз бен Наклз уже жетіп алған ба? Олар бір түрлі сөйлейді. Сөйтсе бұл олардың голограммалары екен. Содан ха-ха, демек мен біріншімін деп қуанады. Және не болып жатқанын түсіну үшін үйге келсе, бұлар оған арнап тосын сый дайындапты. Бүгін оның жерге келгеніне 1 жыл болды. Типа туған күні. Тейлз, сенсіз біз мұнда болмас едік дейді. Наклз, біз сені мақтан тұтамыз деп айтады. Том олардың сөзіне қосылып Соникқа, сен осы планетаға келген күн, барлығымыздың өмірін өзгерткен күн дейді. Соник, достар, не айтарымды білмеймін. Жоқ, тойлайық деп қуана айғайлайды. Кейін Соник той үшін Томға алғысын білдіреді. Сосын бір нәрсені байқап зуылдайды. Ол өзінің бұрынғы әнін көріп қалған екен. Том бұл жерде алғаш рет. Том бір суретті байқайды. Соник бұл суретті қайдан шыққанын, қайдан келгенін ұмытпау үшін жерге келген алғашқы түні салыпты. Кірпі ұзын тырнақты сағынатын айтады. Томнан ол ұзын тырнақ мені мақтан тұтушым еді дегенде, Том әрине дейді. Және кірпі одан жастай айырылса да, жүрегінде өзінің кім екенін өзгертуге қайғыға жол бермегенін хабарлайды. Сондай-ақ Том оған жүрегіңді тыңдасаң дұрыс шешім қабылдайсың деген өте керемет кеңес береді. Соник, рахмет саған, братан дейді. Сол уақытта Шэдоу қалада жүр және 2024 жыл екенін көріп, мәз саған 50 жыл ұйықтаған ба деп таңғалады. Әскерилер кеп оны қоршап алады. Неге мені жайыма қалдырмайсыңдар деп Шэдоу ашуланады. Ал Сониктар болса от жанында маршмеллоу жеп отыр. Кенет олардың жанына тікұшақ қонады. Ішінен әскери қыз шығып сәлемдесіп, командирі Соник тобының көмегін сұратып жатқанын хабарлайды. Неге Соник тобы деп Наклз ашуланады. Содан олар тікұшақпен көкке көтеріледі. Сосын Сақина мен Токио қаласына жетеді. Шэдоудың қай жерде екенін анықтап, Тейлз Титан наручнигін көрсетіп, олар ұшақтан секіреді және жерге қонады. Қала қираған. Кенет оларға мәшіне ұшып келеді. Наклз качок оны ұстап қалады. Олардың алдына Шэдоу шығады. Өзіне ұқсайтын кірпіні көріп Соник, одан неге маған ұқсайсың деп сұрайды. Шэдоу шығады, сен ол маған ұқсайсың деп. Соник, сұрақтарды бұл жерде мен қоям, жаңа кірпі дейді. Шэдоу үшеуінің әскерилердің тікұшағынан секіріп түскенін және сол үшін сөйлескісі келмейтінін хабарлайды. Наклз төбелесуге жүгіреді. Шэдоу телепорт арқылы оның көкесін танытады, жестко танытады. Сосын Соник, үшеуміз біріксек ол жеңе алмайды дегенде, Шэдоу кеп үшеуінде ұйқыға жібереді. Артымнан ермеңдер деп ол мотоциклімен кетеді. Соник әрине оның артынан зуылдай жөнеледі және қуып жетіп, не сені бояп қойған ба деп прикол ұстайды. Бір кезде олар телепортталып, енді мұнараның бетімен жоғары кетіп баратыр. Шэдоу Соникті қалдырып, одан да жоғары кетіп, Соник екеуі бір-біріне шабуылға ұмтылады. Соқтығысқанда бүкіл қалада свет өшеді. Кейін қосылып Соник оянады. Қолы өзінің наручнигімен кісенделген. Оған достары кеп бекер жалғыз кеткенін айтып, біз команда емеспіз бе дейді. Соник кешірім сұрап әлі үйренісе алмай жатқанын айтады. Содан олар қарулы күштер командирімен кездесуді шешеді. Бұл жерді Тейлз таңдады. Қатты көзге түспейміз дегендей. Үшеуі суретке түседі. Бір қыз Тейлзға кеп, сен детектив Пикачусың ба дейді. Сонда командир кеп оларға Шэдоудың оқиғасын айта бастайды. 50 жыл бұрын жерге метеорит түскен. Ішінде сол Шэдоу болған екен. Ол өте керемет күшке ие, энергиясы мол. Ғалымдар оның күші арқылы керемет нәрселерге қол жеткіземіз деп ойлады. Алайда оның энергиясы шамадан тыс күшті болды. Зертханада жарылыс болып, көптеген адамдар қаза тапты. Шэдоуды, жоба жетекшісін қамауға алды. Осы командир оны ұйықтатып қойыпты. Демек оны біреу босатқан. Өзі босып шыға алмайды ғой ұйықтатып қойса. Сөйтіп әңгіме айтып отқанда свет өшіп, сосын қайтып қосылады. Кенет роботниктің дрондары пайда болып, оларға тап береді және Сониктарды нысанаға алады. Бірақ роботник баяғыда өлген сияқты еді ғой. Бір кезде мотоциклмен біреу кеп, дрондардың бәрін залалсыздандырып кетіп қалады. Ой, бұл командир ата ауыр жараланыпты. Ол Соникқа әскерилердің өте күшті қаруына кілт береді де өледі. Арнайы жасақ сол жерге жетеді.
Әскери қыз да олармен бірге. Ол командирді тінтіп кілт жоғалғанын анықтап, Сониктардың суретін көріп, кілт соларда екенін түсінеді. Сол уақытта Сониктар костюммен далаға шығады. Олар бағанаға мотоциклдағы біреуді қуып жетеді. Ол доктор Роботниктің көмекшісі екен. Көмекші Шэдоуды Роботник босатпаған мәлімдеп, судан краб роботты шақырып, ішіне кіруді ұсынады дәлелдеу үшін. Роботник болса сериал қарап отыр. Түрі мынандай болып кеткен ол, дөнерді дрон осырып тышып шығарған тұзықпен ұрып алады. Және боқ қарнымен барабан ойнап отқанда кенеттен пайда болған Сониктарды көріп шошып кетеді. Сониктар Роботниктің тірі екенін көрді. Ал Роботник сенетін адамы қас жауларын алып келгеніне таңғалады. Көмекшісі агент Стоун оған Роботниктің технологиясын қолданатын бір сұмырай пайда болғанын көрсетеді. Роботник ол сұмырайдың бұлай істеуге қалай дәті барады? Оның көкесін танытам деп, компьютермен ол сұмырайдың қай жерде екенін табады. Олардың жауы бір болғандықтан Сониктар оған серіктес болуды ұсынады. Соник онша қаламаса да. Роботник бір шартпен дейді. Содан Соник оған тікенін беріп, ол аузына сап, көмекшісіне бастадық деп айғайлайды. Сөйтіп көмекшісі оның шашын алады. Ол бұрынғы киімін киюге кіріп кетеді, бірақ сыймайды. Содан көмекшісіне үлкейтуді бұйырады. Көмекші материал жоқ оны үлкейтетін дегенде Роботник енді бар дейді. Сол уақытта әскери базада Шэдоу жүр. Ол роликті тауып Мария деген қызды есіне түсіреді. Мария әскери базада ролигімен кәшеніп бір жерден өтейін десе, бір әскери қара жігіт оны өткізбейді, болмайды өқа деп. Бірақ әлгі командир бұл профессордың немересі ғой деп оны өткізеді және роликпен кәшенбеуді сұрайды. Қыз келісіп, өтіп баратып, Шэдоу орналасқан бөлмеге кіреді және Шэдоуға жақындайды. Шэдоу оған жалт қарайды. Қыз қабағын түйіп алған кірпіге қарап, әйнектің сыртынан сурет салып, Шэдоуды көңілді қылып салып қояды. Ол қабағын түйуді қойған сияқты және қыз дос болуды ұсынып, кірпі достықты қабылдайды. Екеуі сосын билейді, роликпен кәшенеді. Ғалымдардан қашат, кірпінің орнына ойыншық қалдырып кетіп және кино көреді. Бірақ киноның аты өзге планеталық сұмырайдан абай бол. Содан Шэдоудың көңіл түсіп кетеді. Сосын екеуі бір ғалымның пропускасын ұрлап төбеге шығады және жұлдыздарды тамашалайды. Мария оның қай планетадан екенін сұрағанда Шэдоу білмейтінін, өзінің үй туралы ештеңе білмейтінін айтады. Қыз, сенің үйің осында, жерде дейді. Шэдоу бір кезде мен қауіптімін бе деп сұрайды. Өйткені ғалымдар одан қорқады. Шэдоу әлгі кинодағы өзге планеталық сұмырай сияқты сезінеді. Ол өзінің не екенін білмейтінін мәлімдейді. Мария, сен менің досымсың және өзіңнің жүрегіңді тыңдап қалаған нәрсеңді жасай аласың және кім болғың келеді, сол бола аласың дейді. Қазіргі уақытқа ораламыз. Ол өзі бұрын қамалған және қыз екеуі достасқан жерге жақындайды, қызды сағынып. Кенеттен профессор пайда болады. Ол әлгі Мария қыздың атасы. Сол уақытта Сониктар әскери базаға келеді. Темір есікті ашу үшін Роботник маған оның молекулалық тығыздығын өлшеу керек деп тұрғанда, Наклз оны бір соққымен сындырып ашады. Бірақ олардың осында келетін профессор алдын ала білген екен. Топ ішке кіріп, Соник, бұл жерде елестер бар шығар дейді. Наклз, елестер деп қалады. Көмекші агент Стоун оны мазақтайды, қорқасың ба не дегендей. Ехидна жауынгер ештеңеден қорықпайды деп Наклз шыққанда, Соник оған кино көргенде қорыққанын еске салады. 3 жол болғандықтан олар бөлінуді шешеді. Тейлз көмекші Стоунмен, Наклз жалғыз, ал Соник Роботникпен баратын болады. Стоун Тейлзге оның сүйкімді екенін мойындап, Сониктің көмекшісі болған қалай екенін сұрайды. Тейлз, мен Сониктің көмекшісі емеспін, біз командаласпыз және достармыз, сен мен Роботник сияқты дейді. Стоун таңғалып қалады, көзі жасаурап. Кенет бір дыбыс шығып, арттарынан Шэдоу кеп олар айғайлайды. Наклз елестерден қорқып келатыр. Оның да алдынан Шэдоу шығып шошытады. Роботник пен Соник бір бөлмеге кіреді. Көк кірпі Шэдоудың отбасы болғанын біледі. Сосын басқа бөлмеге келеді. Артынан Шэдоу пайда болып, оған тап береді. Оны Роботник анаяқты іздеп жүр. Бірақ ол дрондарын табады. Біреу өлең айтып сол бөлмеге кіреді. Профессор ғой бұл. Роботникқа ұқсайды екен түрі. Профессор оның атасы екен. Роботник сенбейді және неше түрлі сұрақтар қойып, оны сынға алады. Ата барлығына қиналмай-ақ жауап береді. Содан Роботник оны құшақтап алады және оның осы уақыт бойы қайда болғанын сұрайды. Ата 50 жыл бойы қамауда болғанын хабарлайды. Сосын Роботник оның артынан кішкентай бала сияқты жүгіреді. Тейлз, Соник, Наклзды бір жерге байлап қойыпты. Соник екі Роботникті көріп өз-көзіне өзі сене алар емес. Біздікілер барлығын жасаған профессор ата екенін біледі. Шэдоу олардан әлгі кілтті алып әскерилерден өшін алатын мәлімдейді. Профессор ата түрмеде болған кезде бостандыққа шығу үшін әскерилерге жердегі кез келген нүктеге дәл тигізіп ататын күшті қару жасап берді. Олар сонымен әскерилер штаб пәтерін жоймақшы. Ол Лондонда орналасқан.
Соник бірақ мұндай күшті қарудан атса көптеген кінәсіз адамдар да өледі ғой дейді. Атаға бәрібір. Бұл кілт жаңағы күшті қаруды іске қосатын екі кілттің біреуі екен. Екіншісі әскерилер штаб пәтерінде. Роботник мен сенімен біргемін ата дейді. Және Сониктарға қош сау болыңдар деп крабпен олар ұшып кетеді. Шэдоу кішкентай шарик қалдырып, ол да кетеді. Шарик қара құрдымға айналып бәрін сора бастайды. Сониктарды тарта бастағанда Наклз тісімен бір сымнан ұсталып алады. Тейлздың қалтасынан сақинаны шығарып олар лақтырады. Және ақырында қара құрдымның дәл жанында сақина ашылып, олар бір тауда тап болады. Роботник атасын мақтайды бір сәтте көк кірпіден құтылғанына. Стоун штаб пәтерге 4 сағатта жететіндерін хабарлайды. Атасы немересіне осы уақытта бір-бірін танып білуге пайдалануды ұсынып, жаңа атаңмен керемет күніңді қалай өткізгің келеді деп сұрайды. Роботник ойланып қалған ғой. Ол атасы екеуі керемет уақыт өткізеді десе де болады. Агент Стоун екеуіне кофе әкелетеді да, көңілі түсіп, қоқысқа тастап, виртуалды әлемнен шығады. Ал Жасыл жота ауылында Том мен Мэдди көптеген нәрселерді жасап үлгерді. Бір кезде оларға Сониктар келеді, Том мен Мэддидің көмектері керек екенін хабарлайды. Олардың іштері пысқан екен, қуана келіседі. Томның қуыршағы бар екен, кішкентай Том деген. Том қуыршағымен әйеліне прикол ұстайды. Тейлз әскерилер штаб пәтері Лондонда орналасқанын айтқанда, Мэдди Лондонды көретін болдық деп қуанады. Штаб пәтердегі серверға барып, бұларға флешканы тығу керек. Әйтпесе сырттағы қалқан күйдір жібереді. Флешканы Том мен Мэдди қосатын болады. Іште де лазер бар. Мэдди Соник изумрудты қолданса жақсы болар еді деп ұсынады. Алайда Сониктар оны қолданбайтынын мәлімдейді. Сол уақытта роботниктер Лондон қаласындағы әскерилер штаб пәтеріне жетеді. Шэдоу штаб пәтерге кіріп кілт алуға және жолындағының барлығын жоюға рұқсат сұрайды. Бірақ ата оны сабырға шақырып, өшін алатын уақыт келетінін хабарлайды. Роботник костюмдерін Стоуннан алып, оны кірпіні қарауға қалдырып, атасы екеуі кетеді. Соник карусельдің төбесіне шығып алған. Наклз да Биг Бен сағатына шығып апты. Тейлз бір ғимараттың төбесіне қонып, компьютерін қосады. Ан жақта Том мен Мэдди миссияларын орындауға дайын. Тейлз тағы бір қайталауда. Том мен Мэдди флешканы қосады. Өзі лазер тұзақтарды өшіретін болады. Соник кілт ұрлайды. Ал Наклз қажет болған кезде көмекке ұмтылып, әйнекті шағып барлығының көкесін танытатын болады. Мэдди голограмманы қосып, әпкесі Рэйчел бола қалады. Ал Том оның күйеуі Рэндалға айналады. Олар штаб пәтерге кіреді, бірақ кіреберістегі сарбаз оларды кіргізгелі тұрған жоқ. Сонда Рэйчел кейпіндегі Мэдди әпкесіне ұқсап шәрт етіп, екеуі ішке кіреді. Мэдди сервер бөлмесіне кіру үшін әлгі әскери қызға айналады. Ойбу, әскери қыздың өзі жүр ғой мынаяқта. Содан Том әрең дегенде Рэндалға айналып әскери қызға ассалаумағалейкум дейді. Мэдди оған не деп қуып кеттің деп, олар сервер бөлмесіне кіреді. Сосын Мэдди флешканы тығады, бірақ істемей тұр что-то. Том оны үрлеп қайта тығып еді, істеп кетті. Тағы да бір флешка тығылған екен сол жерде. Бұл роботниктар ғой атасы екеуі. Шэдоу мен Стоун сериал қарауда. Кенет эфирді Тейлз бөліп, оларды канализациямен ағызып жібереді. Сол уақытта роботник атасымен лазер бар жерге кеп, атасын итер жібереді. Оның костюмі лазерді өткізбейтін костюм екен. Содан олар билеп өтеді лазерлерден. Бір кезде ол атасын көтеріп алып айланады. Соник мен кеттім деп зуылдай жөнеледі. Алайда үлгермей қап, оны Тейлз лақтырып ол ақырында кіреді. Жүгіріп ол роботниктардың артынан шығады. Олар кілтке жүгіреді, бірақ еденге жабысып қалады. Соник өзінше өп тұрғанда оғанда еден әсер етіп ол жерге түсе алмай қалады, ауада қалқып. Әскери қыз кеп, ха-ха, тұзағыма түссіңдер ма дейді. Роботник сене алар емеспін деп жатыр. Атасы заман не өп кетті? Әйел әскерде жүр дегенде, әскерилер Тейлзды және Том мен Мэддиді алып кіреді. Соник Наклзды көмекке шақырып, ол көмекке атылады да, сонда басып кіреді. Қолына пульт түскен Наклзға Соник мына бәлені өшірші дейді. Наклз пультті бір қойып, бұл бәле әскерилерге де әсер ете бастайды. Томдар жерге жабысты. Мэддидің жанына арматура қадалады. Наклз сарбазды бір ұрады ұшып жүріп. Әскери қыз кілтке ұмтылып жатқанда жерге жалп етіп жабысады. Содан роботник екеуі кім бірінші жетеді деп кілтке жақындап келатыр. Томдардың жоғар жағындағы бетон үстілеріне құлағалы тұр. Соник жынданып құлаған бетонды сындырады. Свет өшіп қалғандықтан жаңағы магниттік бәледе өшіп қалды. Кілтті әскери қыз қолға түсіреді. Бақытымызға орай Соник аман сау. Том командирға айналып, әскери қыздан кілтті бұйрық беріп алып алады. Сосын ол командирға қайта айналғанда Шэдоу кеп қап, бұл командир деп ойлап, оны бір ұрады жосқа. Бірақ Том қайта өзіне айналғанда таңғалады. Соник кеп Томды оятуға тырысуда. Бұл Шэдоуға өзімен болған жағдайды еске салады. Шэдоу ғайып болады. Соникқа басқалары қосылады. Роботник атасына тұруға көмектеседі. Оларды көздеген әскерлерді әрине Шэдоу шашады. Одан тіпті роботниктің өзі де шошып кетеді.
Шэдоудың арқасында роботниктарда енді кілттің екеуі де бар. Олар ата жасаған қаруға телепортталады. Роботник мынау кімнің атасы? Менің атам деп мақтанады. Сосын ата оған жаңа костюмдерін көрсеткенде роботник кішкентай бала сияқты қуанып, оның аяғын сүйеді. Судан көмекші Стоун шығып, роботникқа хабарласып, атасы олардан бірдеңе жасыратын сияқты деген күдігімен бөліседі. Роботник оған сенбейді әрине, және оны блокқа тастайды. Ол атасымен кілтті тығады. Судан ұшатын тәрелке ұшып шығады. Томды жедел жәрдем алып кетеді. Соник өзін кінәлайды және изумрудты қолдануды шешеді. Изумруд Наклздың досы Уэйдта екен. Соник одан изумрудты алып, алтын Соникқа айналып ұшып кетеді. Жаңағы қару ішінде Шэдоу профессордан Мария осыны қалаушы ма еді деп сұрайды. Атасы сұраққа жауап бермей, олар бізді Мариядан айырды, есіңе түсір дейді. Шэдоудың естелігі. Мария екеулеріне профессор кеп қашу керектігін айтты. Және Марияға олар бізден Шэдоуды тартып алғысы келеді деді. Арттарынан әскерилер кеп атайын дегенде әлгі командир атпаңдар, олар балалар ғой деп қарсылық көрсетті. Алайда анау сарбаз атып жарылатын нәрсеге тиіп, сол жер жарылады. Және нәтижесінде Мария өледі. Профессор мен Шэдоу жылағылар кеп тұр. Ол жетпей тұрғандай сарбаздар оларға жақындауда. Шэдоу жынданып, біз қазіргі уақытқа ауысамыз. Ол жаңағы қаруды осылай зарядтауда. Бұл супер зарядпен қару бүкіл жерді жойғалы тұр. Және бұлардың өздерін. Бұны біле салған роботник аң-таң болады. Және атасына одан да жерді басқармадық па дейді. Ата адамдарды жек көретін хабарлап, роботникқа адамдар оны ойламайтынын және ол адамдарға керек емес екенін хабарлайды. Роботник, бірақ менде енді сен барсың ғой ата, біз отбасымыз ғой дейді. Сонда атасы оның Марияны алмастыра алмайтынын мәлімдейді. Роботник атасынан шок болды. Шэдоу қаруды зарядтап толтырып қойды. Кенет олар өздеріне ұшып келатқан жарқылды байқайды. Роботник бұның Соник екенін түсінгенде, Соник кемеге басып кіріп Шэдоуға тап береді. Шэдоу оған сен де мен сияқтысың дейді. Соник келіспейді. Шэдоу төмен тартып жарылыс орын алады. Жерде соққыдан Сониктің изумрудын шығарады. Содан екеуі де оған ұмтылып тағы жарылыс сияқты құбылыс болады. Екеуі де супер-пупер күшті болып кеткен. Онсыз да күшті Шэдоу одан әрі күшті ғой. Ол Соникті алысқа лақтырып жіберіп, қырғын төбелес басталады. Олардың қозғалыстарын роботник атасымен бақылауда. Роботник атасын алдап бір қояды, және оның зұлым жоспарын бұзатынын хабарлайды. Атасы оны құлатып, екеуі бір-бірінің мұртынан тартады. Сосын олар өзара мұрттан тартпауға келіседі. Атасы немересіне шапалақ тартып жібереді. Соникті Шэдоу арттан шығып бір тебеді. Ашулы Соникке Шэдоу, достарың қайда? Ашумен отбасын тастап кек алуға кеттің бе деп Томды айтқанда, Соник жынданып бір қойып, Шэдоуды айға ұшырады. Жостко. Тіпті оның жаңа супер күші де жоқ болып кетті. Содан Соник оны ұстап алып аяқтағалы жатқанда, Шэдоу давай өлтіріп өшіңді ал дейді, және мына жақтан ұр деп жүрегін көрсетеді. Соник кенет Томның айтқан сөздерін есіне түсіріп, Шэдоуды жібереді. Шэдоу таңғалады, өшіңді алмайсың ба деп. Соник өш алуда жеңгендер жоқ дегенде, Шэдоу ойланып қалады және аспанға жұлдыздарға қарап Марияны еске алады. Ол Соникқа осы қайғымен ұзақ өмір сүрген соң басқаша өмір сүруді ұмытып та қалғанын хабарлайды. Соник болса қайғыдан күшті нәрсе махаббат екенін анықтағанын түсіндіреді және Мария жоқ болса да Шэдоудың оған деген махаббаты сақталатынын айтады. Сол кезде күнде шығады, Мария сияқты жымиып. Шэдоу, мен ашумен бәрін бүлдірдім дегенде, Соник оған қол ұшын созып, екеуі супер режимге кіріп, қару жаққа қарай жол тартады. Сол уақытта атасы немересін көтеннен мәқ-мәқ жасауда. Роботник бірақ сотқар сытылып шығып кетеді. Атасы саршаянға айналады. Роботник болса дәуітке. Немересі атасының мұртын кесіп түсіреді, бірақ ашулы атасының соққысынан құлап қала жаздайды. Кенет профессор ата Соник пен Шэдоу ұшып келатқанын анықтап, Шэдоу оны сатып кеткенін түсінеді. Және оларға роботтар әскерін жібереді. Соник пен Шэдоу олардың бәрінің көзін құртады. Роботник атасынан олай істемеші деп өтінеді. Атасы кешірім сұрап, оны құлатып жібереді. Бақытына орай ол Тейлз және Наклзбен шығып келатады. Және Сониктің алтын тіккенін атасына кіргізіп, ол аман қалмайды деп айтса болады. Шэдоу мен Соник атылған сәулені өздеріне қабылдап ұстап қалады. Мұның бәрін жерден адамдар бақылауда. Қарудың атуын доғару мүмкін емес екен, бірақ роботник оның бағытын өзгертуді ұсынады, және бірігіп олар қаруды бұрады. Сониктар әрең ұстауда, роботниктар әрең бұруда. Бір кезде Соник әлсіреп төмен қарай құлайды. Сәуле қала үстімен өтеді. Роботник менің қолымнан келді деп жар салады. Алайда сәуле айдың бір бөлігін кесіп түсіргенде, қараңдаршы не істегендерің дейді. Сониктің құлап баратқанын Тейлздар байқап, соңғы бір сақинаның көмегімен оны құтқаруға асығады. Содан Наклз оны ғарышқа Сониктің артынан жібереді.
Шэдоу кенет пайда болуымен роботникті шошытады. Кірпі одан не болып жатқанын сұрағанда, роботник қару ерте ме кеш пе жарылатынын мәлімдейді. Шэдоу одан аздап уақыт ұтуды сұрап, өзі оны жерден алысырақ апаратынын айтады. Және бұл дұрыс нәрсе жасауға біздің соңғы мүмкіндігіміз деп тіл қатады. Роботник жігерленіп, Аллам жар болсын дейді. Тейлз Соникқа жетеді. Шэдоу күш шектегіш кісендерін шешіп, жаңағы қаруды итере бастайды. Роботник уақыт ұтуға тырысады және стрим түсіріп, оны агент Стоунға арнайды. Әлемді жаулап ала алмасам да, оны ең болмағанда құтқарайын дейді. Және Стоун жай ғана көмекші емес, көмекші досы болғанын мойындайды. Стоун көзіне жас алады. Қару қирап жатыр. Шэдоу итеріп жатып Марияны еске алуда. Тейлз кислород жетпей ұйықтап кетеді. Бақыттарына орай Наклз арттарынан секірген екен. Қызыл Ехидна оларды құтқарады. Роботник көрермендерімен қоштасып, қару жарылады. Сониктар бір алқаптан шығады және оянып, роботник пен Шэдоу барлығын құтқару үшін өздерін құрбан еткенін түсінеді. Соник достарынан кешірім сұрайды, олар тасып жалғыз өзі кеткеніне. Олар құшақтасады. Агент Стоун роботникпен қоштасады. Сониктар табиғат аясында пирожный жасайды. Бірақ Наклз екеуі опырып жеп қояды. Палаткадан Том шығып барлығы қуанады. Ол тірі екен. Әйтпесе Мэдди жаңа жалғыз жүреді, шошытып тегі бір. Оларға ит қосылады. Кім жылдам деп Сониктар жарысуды шешеді. Өйткені өткенде жарыс емес туған күн болып кетті ғой. Содан үшеуі ұшып келатыр. Ма кешке дейін жүгірген ба мыналар? Соник жалғыз, өйткені мәреден асып кеткен екен. Басқа қалаға кетіп қалған ғой. Кенет жанында бір робот пайда болып, оны атқалы жатыр және атады. Бірақ біздің Соник жылдам ғой. Соник оны бір ұрады. Алайда ол жалғыз емес екен. Олар көп. Роботтар Соникқа шабуылдап бітті, ол өлді дегенде бір кувалдысы бар біреу кеп оны құтқарады. Бұл розовый қыз екен. Кім таниды мынаны? Комментарийде жазыңдар, атын білетіндер болса. Жерде бағанағы Шэдоудың шектеуішін біреу алады. Кім екен бұл?